Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін біз үй жағдайында келешке жасайтын боламыз. Ол үшін бізге нан қажет болады. Ең әуелі нанымызды осылай турап аламыз. Содан кейін бізге сұйық май қажет және роллтының осындай переправалары қажет болады. Енді нанымызды төрт бұрыштап турап шығамыз. Өз қалауларыңыз бойынша ұзынша қылып турасаңыздар да болады, және қара наннан жасасаңыздар өте керемет дәмді болып шығады. Осылайша ыдысымызға салып аламыз. Енді оның үстіне роллтың переправасын саламыз және шамалы ғана сұйық май құямыз. Переправаны өз қалауларыңыз бойынша таңдасаңыздар болады. Енді жақсылап араластырамыз. Содан кейін тапамызға саламыз. Әдемілеп жайып шығамыз. Қызып тұрған пеште қызарғанша әдемілеп пісіріп аламыз. Міне біздің келешкеміз дайын болды. Осындай әп-әдемі қызарып пісті. Енді осыны ыдысымызға саламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге де және сіздердің балдарыңызға да ұнайды деген ойдамын. Дүкеннің келешкесінен 10 есе артық десем де болады. Міндетті түрде балдарыңызға жасап беріңіздер. Менің видео сабақтарым ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған ардақ. Келесі кездескенше сау болыңыздар.